Зере, сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Зере, бүгін бізде ерекше сабақ. Қара, бізге қонақтар келген. Қане бірге амандасайықшы қонақтармен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Зере, бүгін біз сенімен ш дыбысын дұрыс, әдемі, дұрыс айтуды үйренеміз. Ол үшін қара. Менде саған арналған мынандай тапсырмалар. Тапсырмаларды, карточкаларды ауыстырып, айналдыр. Осы суретті қазір сенімен жинаймыз. Қалай ойлайсың, бұл ненің суреті? Жылан. Жыланның суреті. Қане жинайық. Бізде Зере жыланның суреті пайда болды, е? Иә. Зере, жылан қалай дыбыстайды? Дұрыс айтасың, Зере. Қара, қазір сенімен ш дыбысын айту үшін бірінші тілімізге жаттығу жасап аламыз. Ұстай ғой. Айнаны ұста. Қара, бізде бірінші жаттығу қорған жаттығуы. Тілімізді қара, Зере, мен аузыма қара, бірінші тісті, екі тісті қосамыз, астыңғы және үстіңгі. Күлеміз. Айнаға қарай ғой. Келесі екінші жаттығуды түттікше, ерінді алға қарай созамыз. Енді екі жаттығуды бірге орындаймыз, қара. Жақсы, жарайсың. Келесі жаттығу бізде кесе жаттығуды. Тілді алға қарай созамыз. Тілдің ұшын жоғары көтереміз. Жарайсың. Алға қарай тағы соза ғой тілді. Аузында қаттырақ аш. Жарайсың. Енді келесі жаттығу. Тілді жоғарыға көтереміз. Жоғарғы тістің артына қоямыз. Сол кезде бізде самырау құлақ пайда болады. Қане? Айнаға қарай ғой. Тағы. Жарайсың, Зере. Зере, айтшы, жылан қайда өмір сүреді? Орманда. Орманда өмір сүреді. Қазір біз сенімен орманға серуенге барамыз. Ол үшін бізге мынандай себет керек. Осы себетке жолда тапқан алма, шырша бүрлері, жапырақтарды жинаймыз. Жинаймыз ба? Иә. Кеттік. Орнынан тұра қой. Аяқ киімді ақырын шеш. Зере, бізде жолда, орманға барар жолда әр түрлі кедергілер бар. Бұл жерде бізде бірінші тапсырма тек ш дыбысынан басталатын, буыннан басталатын жолақтарды ғана басу керек. Бізде бірінші ша, қайталаш? Ша. Келесі, мұнда жа, мұнда шу. Қайсын басамыз? Шу. Шу. Дұрыс. Ары қарай. Мұна жерде со, мұнда шо. Қайсын басасың? Шо. Жақсы. Бұл не бізде? Шо. Шо дыбыс буыны. Алма. Алма біздің бірінші тапқанымыз ол алма. Сала ғой себетке. Ары қарай. Ше және се. Қайсыған барасың? Ше. Ше баса ғой. Қара, мына жерде шыршаның бүрлері бар екен. Сала ғой. Екі бүрі бар екен. Жақсы. Ары қарай. Жоқ, ары қарай. Жақсы. Біз қайда келдік, Зере? Орманға. Орманға. Тыңдашы құлағыңмен, Зере. Ненің дыбысын естіп тұрсың? Бұл ненің дыбысы? Орманда не бар? Жел соғып жатыр, я? Қатты жел соғып жатыр. Қазір бізде жылдың қай мезгілі? Қазір
Күз мезгілі жарайсың, қара. Бізде күз мезгілінде жапырақтар не істейді? Жапырақтар? Дұрыс айтасың, сарғайып жапырақтар жерге түседі. Қане біз сенімен жерден сарғайған жапырақтарды теріп көрейікші. Алақанына сала ғой, жеңіл жапырақтарды алшы. Жеңіл жапырақтарды аламыз. Қара, жел соққан кезде жапырақтар не істейді? Ұшады. Алақанымызға жапырақтарды жинап зере. Қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Мұрнымызбен терең дем аламыз. И үрлейміз. Қаттырақ үрлей ғой. Қаттырақ үрлей. Вау! Не істеді жапырақтар? Жапырақтар ұшты. Тағы мұрынмен терең дем аламыз. Алақанына сала ғой. Алақанды аш, мұрынға жақын ұста. Мұрынмен терең дем ал. Қаттырақ. Вау! Шықпай жатыр. Не істейді екен жапырақтар? Жерге сарғайып түседі. Қатты жел соққанда жапырақтар не істейді? Жерге түседі, ұшады. Қарашы, бізде орманда әртүрлі ағаштар бар. Мына жерде бізде қандай ағаш? Бұл не? Шырша, шырша. Қандай дыбыстан басталады? Ш дыбысынан. Қара, шыршадан әртүрлі мынандай жаңғақтар жерге түседі екен. Шыршаның түрлеріне байланысты жаңғақтар да әртүрлі болады. Қолына ұстап көрші. Олар қандай? Шыршаның бүрлері қандай? Қатты, кенекті. Қолына батады ма? Жұмсақ па, қатты ма? Қатты. Біз себетімізге салып алайық. Тағы да алмаларды жинайық. Қара, жиі тағы алма бар екен. Жинай ғой. Жапырақтарды да салып алайық. Бізге керек болады. Тұра ғой зере. Сала қойма. Енді қараш, қандай жануарды көріп тұрсың? Орманда кірпі. Тағы қандай жануарлар өмір сүреді? Кірпі өмір сүреді. Тағы қандай жануарлар болады? Жылан болады, жақсы. Тағы? Арыстан болады. Жақсы. Қарашы зере, бізге мұнда кірпі тапсырма дайындап қойыпты. Және қасында сыйлығы бар екен. Бұл алманы алу үшін біз сенімен қазір тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма, суретке қара. Мына жерде келе ғой зере. Мына суретте бізде қандай мезгіл бейнеленген? Мына жерге тұра ғой. Көз мезгілі. Қазір сенімен кесте арқылы сөйлем құрамыз. Көз туралы әңгімелейміз. Күзде қандай табиғат құбылыстар болады? Жапырақтар, ағаштар, жапырақтар сарғайып жерге түседі. Жақсы. Тағы күн мен түн не істейді? Күн қыстатағылады, түн үлкен. Күн мен түн ауысады, күн қысқарып, түн ұзарады. Жақсы. Тағы не қандай құбылыс болады? Жиі жаңбыр. Жиі жаңбыр жауады. Жақсы. Жемістерді, көкөністерді піскен кезде жинаймыз. Жақсы. Күзде тағы қандай құбылыс болады? Жаңбыр жиі жауғаннан кейін біз Қолдың сатыр, куртка, киеміз. Жылы киімдер киеміз, жаңбырда су болмас үшін. Жақсы. Енді қарашы, бізде орманда мынандай жануар өмір сүреді, Сенмен мына кесте бойынша қазір сөйлем құраймыз. Мен саған сұрақ қоямын, сен жауап бересің. Бірінші сұраққа бір сөзбен, екінші сұраққа екі сөзбен, үшінші сұраққа үш сөзбен жауап бересің. Біріншісі, бұл не? Кірпі. Кірпі қандай? Түкенекті. Түкенекті, жақсы. Тағы қандай кірпі?
Ол ауырын домалақтайды. Домалайды, иә, ол не істейді деген сұраққа жауап береді. Иә. Ал қандай кірпі? Қарашы, тікенекті, ол үлкен ба, кішкентай ма? Кішкентай, жақсы. Ал кірпі не істейді? Кірпік кішкентай, Не істейді? Домалайды. домалайды. Тағы не істейді? Алмалар жинайды. Жинайды. Тағы не істейді? Ол өзінің тікенектерімен қорғанады, я, басқа жануарлардан. Енді осы сөздермен біз сенен бір сөйлем құрастырайықшы. Қара. Кішкентай. Кішкентай кірпі домалақтайды. Домалайды. Домалайды. Және не істейді? Кішкентай кірпі Кішкентай кірпі қорғанады, я? қорғанады. Домалайды, қорғанады. Иә. Бір сөзбен бұны қалай айтамыз? Бұл не? Құс па? Кірпі құс па, жануар ма? Жануар. Жануар, жарайсың, Зере, қара. Кірпі бізге мынандай алма дайындап. Себетімізге салып алайық. Енді қазір демалып сенімен жаттығу жасаймыз. Қара, қазір сенімен нейро жаттығу жасаймыз. Саусақтарыңды дайында. Бірінші кірпі. Кірпінің үйі орман, иә? Үйді жасай ғой. Үйді. Және тағы қоян өмір сүреді. Кеттік бірге. Кірпі. Үй. Қоян. Енді тезірек. Кірпі. Үй. Қоян. Кірпі. Үй. Қоян. Тағы бір рет. Кірпі. Үй. Қоян. Жарайсың. Енді Зере, қазір біз қайтадан өзіміздің орнымызға барамыз. Ол үшін қайтадан осы жолақтармен жүреміз. Тек Зере, менімен бірге қазір қайталайы. Мен айтамын, сен жалғастырасың. Ша, 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 жерде жатыр алаша. Ша, 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 жерде жатыр алаша. Алаша. Тағы да қайтала. Ша, 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 жерде жатыр алаша. 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 Баса ғой. Шо буны, шу буны. Сөйтіп. Жарайсың, аяқ киімді киіп, орнына отыра ғой. Келе ғой. Қара Зере, біз орманға барып, сенімен алмалар, жапырақтар жинадық. Қазір сенімен бір ойын ойнаймыз. Бұл не? Алма. Алма. Алмаға біз ша буынын береміз, жапыраққа шо буынын береміз. Иә. Ша, шо. Қоя ғой. Ау. Ми. Жапырақ. Тағы бір жапырақ қояйық, иә? Ай. Ау, чау, чау. Тұрғылар келмей жатыр алмалар. Құлап жатыр. Осы жата берсін. Кеттік. Мен бір рет көрсетемін, сен мұқият тыңда. Содан кейін қайталайсың, иә? Қара. Ша. Ша. Шо. Со. Бір қолмен, бірінші сол қолмен. Ша. Ша. Шо. Шо. Ша. Ша. Шо. Ша. Шо. Енді өзің қайтала, басынан басла. Так. Ша. Шо. Жоқ, бір қолыңды жинай тұр. Тек сол қолмен, содан кейін оң қолмен. Ша, басынан басла. Ша. Ша. Шо. Ша. Шо. Ша. Шо. Енді оң қолмен жаса. Ша. Шо. Ша. Шо. Ша. Шо. Ша. Жарайсың, Зере. Енді мен қазір саған бір тосын сый беремін. Сен көзіңді жұм. Көзіңді жұм. Қара, Зере.
Бұл не? Бұл нағыз алма, иә? Сен менімен бүгін орманға серуенге бардың. Сен мен ш дыбысын айтып үйрендің. Саған бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Иә. Қандай сәт саған көбірек ұнады? Не жасағанымыз саған ұнады? Қайда барғанымыз ұнады? Орманға. Орманға барғанымыз ұнады. Орманда не істедік? Алма тердік, алма жинадық. Тағы не істедік? Жапырақ дедік. Жапырақтар дедік. Жақсы. Зере, сен үйде мен бағанағы көрсеткен жаттығуларды қайтала, жақсы ма? Иә. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, Зере. Сау бол. Сау болыңыздар.